менің үлкен апам Жарылқап Күнжанның мамасы Қайыргүл апамыз сөйледі. Қол шапалақ. Ал енді мынау қаптаған тамада жүр, енді өзім кішкене мына туысқандарға тамада бола салайын. Мынау біздің жақтан апамыз сөйледі. Енді менің мынау Оралдан келген, Қазақстанға болмаса да Батыс Қазақстан облысына еңбегі сіңген өнер қайраткері, Банудың үлкен әпкесі Гүлбаршын апамызға сөз береміз. Қазір мынау енді Айдос үйленіп отқан, мына жерде менің коллективім келіп отыр. Үйленіп отқан жігіттің нағашысы апасы. Апа, мен тартып қояйын. Мына мектепте жұмыс істеймін. Мына жерде менің коллективім келіп отыр. Мына жерде достарым келіп отыр. Нағашыларым келіп отыр. Жақындарым бәрі осы жерде, бөтен адам жоқ. Тек жақындарым келіп отыр. Мына Гүлбаршын апамызға сөз береміз. Ал енді Рахымбек, Гүлбану, жалпы осы әулетке қарайтын апаларың бар, аға жеңгелерің бар, арсындарың бар, қыздарың бар, бәріңізге той құтты болсын деймін. Бүгін енді мынау тойдың басы беташар болып жатыр. Құтты келін болсын. Осы шақта бағы ашылсын, келініміздің енді ғұмырлы болсын, бақытты болсын, сүйкімді келін болсын, сүйкімді күйеу бала болсын. Енді өздерінің ойлаған арман мақсаттарына жетсін. Енді беташар айтайын деп жатырмыз ғой, айтсақ та тілектің артықтығы болмайды. Той-тойға ұлассын. Мынау алғашқы, ең тұңғыш балдарыңыздың алғашқы тойларыңызды өткізіп жатсыңдар. Құтты болсын. Той-тойға ұлассын. Ал енді мен бір уақытша өмір дейтін бір алаң бар, табаның тайса ізің боралаңда. Жөн тапса адасқанның айыбы жоқ, әжеміз ақыл қосар сұрағанға. Қыз бала төркінін төргөтеді, ұядан ұшып бесік тербетеді. Кереге келіндер мені келеді, өнеге абысынан беріледі. Абысын тату болса көп, абысын тату болса аз көп деген, тәлімнен тәрбиесіз жеріне дай. Шаңырақ атасы бар шалқылаған, батасын келініміз алып алған. Есігі енел үйдің кілттенбеген, келіннің ене көрген сапасы бар. Келіндеріңіз ибалы болсын, көзіңе ұқсаған, өбірлі шүбірлі болсын, той құтты болсын. Рахмет. Ой, жаным әшейін, апама шапалақ соғып қойы қардақты ағайын. Алла разы болсын. Жаным апатай. Аман болыңыз, апатай. Ау? Жақтың қар өлең. Әрине. Апа, негіз қай жақтан келдіңіз өзіңіз? Оралдан. Машалла, Оралдан келді ардақты ағайын. Шапалақ соғып қойы, қош. Өшіп қалды осы соғырлы апарат. Той құтты болсын. Ау, жалғастыра берейік тілекте. Ал, Оралдан ағаларымыз, әпкелеріміз, кешелеріміз кім бар? Әрмен қарата. Апатай жалғастырып жіберейік те, тілек айтушы жандар болса таныстырып жіберіңіздер, орындарыңыздан бір тұрып. Үлкен құдаша дейді. Есіміңіз кім болды, әпке айтып жіберіңіз? Алтынай. Алтынай әпкемен шапалақ соғып қойы ардақты ағайын. Той құтты болсын. Өлең айтқаны болмайды. Апа, мына енді тойды оғалып пасайын. Бізде менен сол кейін енді шапалақ қойып қойыңыз. Әрине,
Қошемет соғып қой. Ерекемізге де рахмет ардақты аға. Мінекей елеп ескеріп. Алтынай апамыз ал өзіңізден жүрек жарды тілек болсын айта қойыңыз, Мен де қожаның қызымын. Мен де қазалылықпын. Бұған құдашар болғаныма қазір 35 жыл болды. Әке шешемнің орнында отырған інім бар ме? Сол үйде келін бар. Сол келінім кімнің сестрасы? Менің сестра. Алтын шаштың апасы. Ұсап тұрған жоқ, ұсап тұрған жоқ. Ал енді мына тойлар жағынан болсын, жайған дастарханға екелі мерекелі болсын, келіндерің ақылды болсын, инабатты болсын, үйлерің жанға толсын, сырттары малға толсын деймін. Сондықтан енді той құтты болсын, құдағайлар алыстан келген сіздерге сәлем беремін. Құтты болсын барлығы. Той құтты болсын. Жаңа елімізді айтпаппыз ғой енді. Біздер алашамыз Оралдың өзім төренің келінімін, осы жерде өзімнің інім бар, ана Ақтау жаққа бар. Сол Мұратжан сөйлей жіберсін. Марат. Сөйлемдер жоқ па не басқа? Мен сөйлем деп ойлаған жоқ едім. Сөйлейік. Енді біздер жаңа айтты ғой енді. Қай елімізді бәрін таныстырып өтті. Банудың ағасы болам. Кеше бір інім, бір қарындасым, үшеуміз нағасы жағынан барып, осы әлі еліне құда болып барып, Рақымжан құданың атынан лесіп, бүкіл миссиясын орындап келдік. Нағашылық өзіміздің миссиямызды орындап дегендей. Енді құдалар өте жақсы қарсы алды. Оны енді барып құдадай айта жатар деген мен айтып өтейін. Енді сол барғаннан аяғымыз жерге тимей, айыға осындай 3-4 машина алдымызда тұрады. Қай-қайсына мен сенде өзің білесің. Квартира әзір тұр, Каспийдің жағасында. Каспийге жүгіп барып суға түсіп келеміз де, шайымыз ішіп алып, арасында ғой енді бәрі. Қарабілдерді сіз. Қарабілдер енді ол Рақымның өтетін жүштер. Рақымның кеше мейрамы болды ғой. Шекарашылар күні. Соған байланысты Ақтауда үлкен мероприятие болып жатыр екен. Сол шекарашылардың. Жағаға қарасақ, 7-8-де Қарабіл тұр. Жағалауда қарасақ, жағалауда толған аппақ киген флоттың адамдары, сухопутный шекарашылар бәрі де үлкен мейрам болып жатыр екен. Рақым енді мейрам құтты болсын. Амин. Айтып қояйық деген менде. Енді құда мұжыл бүгінгі енді мұнажат бедаш рәсімі жағынан болсын. Мұна үлкен бәйтерек құдамыз аман болсын. Сол құдаға келмені келін сүріп атсыздар ғой. Құдамызға саулық тілейміз. Басқа бауырларың бәрі де аман болсын. Амин. Тілейміз. Той-той болсын. Құда жерде құдашалар келіп отыр енді. Жаңа келе атырып қарап қоям, бірақ кісілер таныс екен деп. Кеше өзіміздің қасымызда болған кісілер екен ғой шайға қанды. Соны түсінбей қалып атырдым да. Ал жас енді, тек жастың үшін мұның үшін алып қойыңдар. Мына служаттар, вперед! Ағама қошемет соғып. Ау, ұлттай. Давай. Давай. Құдай қаласа, ертең уже Болды ма микрофонмен фотоға түскізіп келді ма? Неше түрі болсын шылық бар, е? Айдостың нағаштарынан шапалақ соғып қойын, қардақтың ай. Алла разы болсын. Той қуаныш құтты болсын. Өкін рахмет. Мінекей басын бастап үлкендеріміз, ақжауықтыларымыз, аныларымыз, мінекей ағаларымыз келіп жатыр. Той қуаныш құтты болсын, жастар бақытты болсын. Ең бастысы Аллахтың қалауыменен үлкендеріміздің ақ бата
шаңырағымызда тойдың бастамасы. Енді тілекті әрмен қарата жалғастыра берейік, ардақты ағайын. Кезекпе кезек алмасып, ренжіспей. Рахмет аға, кімге? Айдостың нағашысы сөйледі, енді менің нағашым сөйледі. Ал, жарысайық. Қайсы? Рахмет ағамның нағашысы. Ой, мінекей, Ақжолда анамыз, әпкетайымыз. Қош келдіңіз, әпке, шапалақ соғып қойып, өзіңізден тілек болсын, не айта қойыңыз? Саламатсыздар ма? Келін құтты болсын, той құтты болсын. Я жаным, Рахымбек, мінекей Ақтионың қарны жарылып, бұл күнге жетеміз бе, жетпейміз бе дегенбіз баяғыда. Әккен бақсы армандап кеткен. Мейлі баланың бақытты болсын. Қосағы мен қосаға өмірлі шүбірлі болсын, өзін өңгебейсін. Тойларын той қаласын жаным. Бақытты болыңдар. Барма тағы да? Рахмет ағам нағашыларынан, әпкелерімізден басқа тағы үлкендер болса, иә. Енді барлығыны бермейді, арасынан бірең саран, алып, толқын әпкеміз деп жатыр. Айтасыз ба, өзіңіз әніңізді де кәм, түріңізде сұлу екен, бір айтып берсеңші дұрыс. Болды. Қалауыңыз білсін. Бөлелер деп жатыр. Қайсы? Ағаларымыз, әпкелеріміз, Әуесхан сөйлеу. Әуесхан ағамыз қайсы? Басында тақиясы, сақалында. Көкем осы ма? Айта қойыңыз. Туысқандар сөйледі. Атын елемес деп бағып, жақсылыққа келейік. Бай, тамаша. Қадамы құтты болсын. Алла бақытын ашсын. Түсіндіріп айтыңызшы. Біз Рахымбекпен 69 жылдан бері таныс шығармыз осы. Балаларымыз Рахымбектің қолында өсіп өніп, тәрбиеленіп, біз соның орнына келіп, жайғастық көрші болып Ғалымжанмен, Рахымбекпен. Сөйтіп, Қалиясы атасымен бірге сабанды бірге жинағанымыз кезінде, солардан салып бірге тасын қалағанда. Сол құтты көршіміз, Құдайға шүкір. Бала-шағамыз өсіп өнген, енді мақтанғаным болмай-ақ қойсын. Алланың қалауымен 2 рет қажылыққа барып кетіп, бір үлкен қажылық, бір умра қажылыққа. Енді Рахымбек, рахмет саған сыйлап, сол көршілігіңді ұмытпай, қажылығымызды сыйлап, балаларыңа бата бер деп шақырған екенсің. Тойың құтты болсын, келінің қадамы құтты болсын, өсіп өніңдер, бала-шағаларың қызығын көріңдер, Гүлбану екеуің. Жақсылық заман болсын, ел аман болсын, жұрт тыныш болсын. Рахмет, Алқатайымызға. Мен мына жерді сразу жалғастырып кете салсам қалай болады? Мына жер зор екен, ішіне кіріп алайық, беймар алайық. Ал Ағатай айта қойыңыз. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған қауым. Мына мен Рахымбектің ағасымын. Әбдімұраттың інісімен жанымда отыр ағам. Ал енді Рахымбек, Гүлбану, тойларың құтты болсын. 2 жас бақытты болсын. Ойлаған ойы, тілеген тілектер қабыл болсын. Осыны отырған көпшілік бәріңізге де тілеймін. Әрқашанда осындай жақсылық болсын. Мынау Сүлейман құлыптарын әулетінде үлкен ұлан азыр той болайын деп жатыр. Лайым осындай тойға жеткізсін. Көбейе берсін, көп болсын. Мен өзім соған тілеу қормын. Бақытты болсын 2 жас. Өнегелі, тәрбиелі. Бұл Сүлейман құлыптардың әулеті үлкен әулет, ең үлкен шаңырақ. Бұндай небір адамдар болған. Ал ағайын, енді 2 жас бақытты болсын. Рахымбек пен Гүлбанудың тойы өте құтты болсын. Бар жақсылық тілеймін. Рахмет ағайын. Тамаша, қошемет соғып қоя қазақты ағайын. Көкемді көрдіңіздер қоя, ана экранға қарап қойыңыз. Атама берейін, осақ болса, иә? Осындағы. Атам айталады ғой тілегі? Бола ма? Атам тілек айтасың ба? Тілек айтасыз ба? Болды, айтпаса, қинамаймыз, ешқандай да проблема жоқ. Үлкен тойда сөйлетіп. Үлкен тойда сөйлетем. Ал ардақты ағайын осы әулеттің құдасы Ғабит ағайын. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат. Реке, мынау той құтты болсын. Бұл мына ошақты әулеттен де үлкен той болып жатыр. Көптен күткен қуаныш. Қуаныштарыңызға ортақтаспыз. 2 жас бақытты болсын, ғұмырлы болсын. Тойдан тойға жете берейік. Барлық үйде осындай той жақсылық болар ашсын. Тамаша, құдамызға алғыс ардақты ағайын. Ал құрметті ханымдар мен мырзалар, барша келіп жатқан меймандар қауымы,
болса ыстық ас ұсынайық. Ас беріп жіберейік. Құдалардың алдына қойып. Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын. Что это? Китайский бешпакет. Куда? Басмады ма? Үш табақтан дейді ғой. Ортаны ашып берейік. Ал, әмин. Тыныштығын татулығының шынағын сақтай көр. Отбасымызды амандық саулығын бірлігін берілген. Мына Рахымбектің мына тойық Алла сәлемсін айналайын. Бала шағаның рахатын көріңдер айналайын. Ал, құдайға батаңыз қабыл болсын. Ардақты ағайын, ыстық дәмден алып отырыңыздар. Ет дегенде бет барма деген. Түскі ас уақытысы кешімізді оңғыралған биші қыздарымыз өз жалғастырамыз деп қойсын ғой жаңа. Иелерінен сіздерге деген құрметіміз, сыйымыз деп біліңіздер. Той қуанышы құтты болсын, 2 жас бақытты болсын. Тыңдайтын жан болса той құтты болсын деп қойсын ғой. Ет бер бала. Жандарым қарындарыңыз аш қапты ғой, етке шулап кеттіңіздер ғой. Астарыңыз дәмді болсын, енді рұқсат болса тағы да бет ажамыз дегенше бір ауыз тілектеріңізді тыңдап жіберейік. Осы ыстық астың үстінде тойымыздың кезекті ыстық тілегі болсын. Арнайы Қызылорда қаласынан келіп отырған Хадиша анамыз ортамызда екен. Барсыз ба? Бір қолыңыз көтеріп қойсаңыз. Арыс қаласынан. Болды. Арыс қаласы екен ғой. Жаңа маған Райко не айтып жүрсің сен құрсын? Көре алмайтын білемін, күндесің бұл сол. Арыс қаласынан келіп отыр екен Хадиша анамыз ғанекей. Бір ауыз тілек өзіңізден болсын ғанекей. Айтамыз. Қожалар бар егін көп, мен де қожамын. Қожалар жасасын. Құрамыз енере кетіп отыр. 10 жыл болды, қызымыз осы жерде Рахымның жанында жұмыс істейді. Баламыздай болып кеткен өзіміз. Не айтамыз, келініңіз құтты болсын. Келініңіз құтты болсын, бақытты болсын, үбірлі шүбірлі болсын, рахатын көріңіз, ауырмаңыз. Осы көпшіліктің бәріне сондай жақсылық тілеймін. Не айтам басқа? Сондай. Ассалаумағалейкум. Жамағат, Рекеңнің алғашқы тойына жиналып отқан. Аталып отырмыз бәрі. Реке той құтты болсын. Мына Құдай көршімен қосады дейді ғой. Көршімен, Рекеңмен біраз болды, көрші болып тұрып атқанымызға. Ағалы болып, жеңге болып, інішектермен араласып жүргендерімізге. Мына той құтты болсын, барлықтарымызға жұғысты болсын. Біз арыстықымыз. Арыстың қожалары дейді ғой жаңа, дуана қожалары. Реке, мына Айдоспен жаңа келін ару құт болып, үйге немере шөберелі болып, жаңа тойдың басы болып, жалғаса берсін. Інішектерде келесі жылға, кезек, жылдан жылға осылай той бола берсін. Енді мынау өзіміздің ең жақындарымызды шақырып, беташар жасап жіберейік дедік. Мынау беташар той, қазір беташар болады, жақсылап тұрып тамақтарын жеп алыңыздар. Мына жерде
ағаларым қайтып кетсе де жеңгем отыр үлкен ақ жаулықты ұлдарын тәрбиелеп үлкен ана болды жеңгем баласы үйленді әне рахым Рахымбек Бану мынау алыстан келген келіндер құтты болсын, құтты келін болсын, ата-анасына мейірімді болсын, жолы ақ болсын, жастарымыз бақытты болып, аман-есен өмір сүре беріңіз. Немерелер, шөберелер болуға жазсын. Қуанышыңыз, жақсылығыңыз көп болады. Рахмет жеңгеміз, көп әдемі ақ тілектеріңізге. Ал енді құрметті қонақтар, мынау сөйлемей қалған кісілердің аттарының бәрі беташарда аталады. Мына жерде мектептен келген менің коллективім адамның жарық 8 сағатта жұмыста өтеді ғой. Енді мен де пенсияға шықсам да коллективім бар, сол коллективтің атынан Шынар апайымыз бір жол лебізін білдіріп жіберсін. Қуанышпен ортақтасып келіп отырмыз. Жекеміздің коллективке осы ұжымға келгеннен бері осы 3-4 айдың көлемінде келін түседі деп шарқырып, сол жаңағы қуанышын бізге айтып бөлісіп отырмыз. Жеке сізге рахмет жаңағы дастарханыңызға. Ал енді Гүлбану екеулеріңіздің алғашқы қуаныштарыңыз құтты болсын. Балалар бақытты болсын. Құдаларыңыз 1000 жылдық болып, күйеу балаларыңыз мәңгілік болсын. Аумин. Кешеден бері, сол келін алғаннан бері видеоларын көрсетіп жатсыз. Құдаларыңыз жақсы адамдар екені көрініп тұр. Алла тіл көзден сақтасын. Екі жақта да осы құдаларды Құдай қосады дейді ғой. Сол жаңағы құдаларыңыз мәңгілік болсын. Сол құдалардың төрінде жүріңіздер. Балаларды бағып қағып, мінекей бүгінгі өмірге жеткізіп, бүгін мінекей баланың өз алдына отау құрғызып, бәрі осы ата-ананың арқасы, ата-ананың тәрбиесі беріп жатқан. Бүгін мінекей ол балалар өзара отау құрып, өмірге келіп жатыр мінекей. Құтты болсын тойларыңыз, тойларыңыз той қыласын. Гүлбану екеулеріңіз ұзақ өмір тілейміз. Балалардың қызығын, Алланың берген жасын жасап, осы қызығына тоймай жүре беріңіздер. Осында тойға келген қауым барлықтарыңызды отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, үйлеріңізде жаңағы немере сүйіп, шөбере сүйіп, жаңағы үлкен кісілер айтып жатыр. Сол жаңағы жақсылықтың бәрі сіздерге үйіп төгіп берілсін. Рахмет сіздерге. Рахмет. Коллективтеріміз. Болды, коллективтеріміздің ұйымшылдығы қадірлі ағайын ортаға назар бұрып жіберсеңіздер, тілектің артқан бір ауыз ән жырға жіберсек деп жатыр қадірлі ағайын. Әпкеміздің орындалында, иә? Енді жаңағы әпкеміз бастап жаңағы әуде жіберген. Бізде енді құралған қана емеспіз. Шәмшінің әндеріне жетпейді, сол Шәмшінің бір әнін бастап жіберген. Балауса қыз едім бір кезде, шашыңа ақ бантик байлаған, өзгеріп кетіпсің ол күнде, көркіне көз тастап ойланам. Өзгеріп кетіпсің ол күнде, көркіне көз тастап ойланам. Нұрлы бейнем қандай жарқын, арманасың қандай жаным, шынарым ай, сен мөлдірсің ерекем, тау болғандай. Сен мөлдірсің ерекем, тау болғандай. Жол жатыр алдымда шағырып, өмір тұр алдымда шаттығым, білмеймін бой жетіп қалдың ба, шашыңда ақ бантик жоқ бүгін, білмеймін бой жетіп қалдың ба, шашыңда ақ бантик жоқ бүгін. Нұрлы бейнем қандай жарқын, арманасың
Ой, рахмет, тамаша әпкеміздің әніне дауысына рахмет. Той-тойға бассын, қадірлі ағайын баршаңызға мың алғыс. Ол әулетіміздің қуанышына арнайы сынап емес сыйлап келіп отырған сіздердің де ұлы қыздарыңыз ырысты. Осынау кереметтігі баршаңыздың жұмысы өз ол істемейді. Қойысып, етікке Қазал бөлек қол. Ассаламалейкум, көрші қауым. Өзімді таныстырып кетейін. Қызылорда облысы Қазалдан келіп отырмын. Рахымның досымын. Банудың ағасымын. Не дейміз? Той құтты болсын, екі жас бақытты болсын, той жұғысты болсын бәріңізге. Ұлдарын, қыздарын аяқтандырған ата-аналардың немерелері бар ғой. Соларды аттандырсын. Екі жас бақытты болсын. Рахым мен Бануға бар жақсылық тілеймін. Осы жерде айтылған тілектің бәрі қабыл болсын. Дендері сау болсын Рахым мен Банудың. Немере шөбере сүйсін. Көретін қызықтары көп болсын, қуанышты күндері көп болсын. Біздер соның куәсі болып жүре берейік бәріміз. Бәріңізге той жұғысты болсын. Олай, тамаша, рахмет. Енді осындағы ағамыз әдем айтып өтпегеніне қос ғашығымыз бір-бірінен бақыттарын тапқан күн қадірлаған бұйыртса келесі жылдан бастап осы шаңырақта шілдеханадан шілдеханаға жете берейік, сол күнге Құдайымыз жеткізсін деп қояйығы. Бұйырса бір иықтарыңыздан немере ойнап, бір иықтарыңыздан шөбере ойнап, немере шөберенің қызықшылығын көріп, Алла қаласа болса пенсияларыңыздың қызықшылығын солар көреміз, қадірлі ағайын. Сол күнге баршамыз куә болайық. Енді арнайы бүгінгі ағамыздың киелі Тараз қаласынан келіп отқан Гүлсім есімді кластасы құрметті қонағымыз бар екен. Тілектеріңіз жалға жіберсе құрметті кластастарымыз ғана кейін. Гүлсім ханым бір мінекей ағайын туған, бұл енді осындай беташар ағайын туғанның жақын көрші қолаңның тойы, үлкен тойымыздың жастар Рахымбек, Бану жасап жатқан, түсіріп жатқан келдерің қадамы құтты болсын, жастар бақытты болсын, шаңырақтары биік, босағалары берік болсын. Әрқашанда енді осындай той болып, тойын тойға ұласа берсін, дендеріңіз сау болсын. Сол өсіп өніп, немере шөбере көріңдер Бану екеуің бірге. Рахмет. Жүз жасаңдар жаным үшін. Рахмет әпке, әдем ақылбектеріңізге мың алғыс, ризамыз. Жақсы, енді тағы да осындағы құрметті қонақтарымыздың бірге осы тілектеріңіз жалға жіберек, осындағы тілекшін етші ағамыздың группаластары қауымының арқасында міне жағасынан адайы құда болып жатыр досым Рахымбек. 1, 2, 3. Баламыздай қолымызда өсті, өзіміз бәркені көрді. Қашан деп жүрмек міне, көрінген таудың ешқандай алыстығы жоқ екен міне. Адай елмен құда болып, өрісіміз кеңейіп, марқайып жатқан жағдайымыз бар. Кеше өзіміз бар болсақ видеодан көріп, тойда жүргендей болдық. Өте керемет қарсы алды. Негізінде Маңғыстау өңірі қазақшылық, әдет ғұрып салт дәстүрді өте керемет ұстайтын, мұрты бұзылмаған сондай халқы өте көріп, қуанышты болдық. Оның үстінде міне бағана айтып кетті, осы Қазақстанның шекарасын бекіткенге үлкен үлесін қосқан менің досым шекарашы, нағыз настоящий полковник. Тура ниетіміз дұрыс екен, Иранға қарсы Каспийдің өзі парад жасап берді мен Рахымбек досыма. Қайықтарын, корабльдерді шығарып, ол жақта да жаңағы бірге отқан жолдас жігіттер бар, бәрі қарсы алып, ат салысып, мәртебесін көтеріп, жақсы қарсы алып шығарып жатыр. Бүгін біз келініміз ауылға келіп қонып,
енді өзіміздің жақта марқайып жатқан жағдайымыз бар. Енді 90 сөздің тоқатар түйіні 2 жас бақытты болсын. Құдалық 1000 жылдық болсын. Сіз бізіміз жоғалмасын. Біз негізінде сол айта кету керек осындайда алғашқы сол электрофакты бітіріп шыққан жігіттердің біріміз, 14 баламыз. Әлімге үшін сіз бізіміз жоғалмай, осында жақсылықтарды араласып беретін жағдайымыз бар. Ләйім сол жалғаса берсін, бір-біріміздің жұмызда жақсылығымызды бөлісе білейік. Заманымыз, уақытымыз бәрі тыныш болсын, бақытты өмір Алла тағала нәсіп етсін, тоймай қоласа берсін. Қазақтың тойы бітпесін, жастар бақытты болсын. Құрметті қонақтар, енді сіздердің ауыздарыңыз ашта болсын, құлақтарыңыз текте болсын. Мына 40-тың бірі Қыдыр дейді, 1000-ның бірі Уәли дейді. Уәли деген сөзінің мағынасы әулие деген бір. Сіздер тектерді алып қалып келіп отыр. Бірсіптен сөйледі. Ғабит ағай, сәл жұмысқа барып қайтып кел. Ғабит ағай. Тойға басқатам, менде таң болсын, тың болсын деп, сонау Тараздан мықты тамада алғызып жатырмыз. Мен енді осы жердің баласымын ғой, мен қызметте жүрейін. Осы үйдің баласы болып, ағасы болып жүрейін деп жасап жатсам, көкем өз ертең тойда да алып кетіп қалады осы кісі. Сол себептен бәрекелді. Негізі батаны бергеннен кейін табақты алу керек. Рұқсат берсе келіңіз. Біз кәнеге иләхи әмин. Микрофон ауыстырыңдаршы. Бата береді тәкір. Я Раббым, Алла қолдасын, еш жамандық болмасын. Әрдайым жақсылық болсын. Ісіміз оңға бассын, жолымыз болсын, абыройлы болайық. Мынау өмірге қадам басқан 2 жастың шаңырағы биік, керекесі кең болып, басқан қадамдар бақытқа болсын. Осы отырған 4 көзіміз түгілі отырғанда ағайын бәріміздің де деніміз сау болсын. Той бола берсін осындай. 2 жасқа бақыт тілейміз. Бақытты болсын, үбірлі шүбірлі болсын. Сіздерге де болсын тілеймін. Мынау Сүлеймен Құлыптардың семьясында үлкен той болып жатыр, ұлан ғасыр. Көбейіп жатыр, көбейе берсін. Әрдайым жақсылық болсын. Менің тілегім осы, мен тілеу қорым сіздерге. Амин. 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 Ай, бәрекелді. Айтқаныңыз келсін, ақсақал мың жасаңыз. Қадірменді ағайын олай болса, асты алдарыңызда тұра берсін, бата берілді. Алама, асты алама? Табақ алатын бар ма? Келсін, табақ алсын. Қадірменді ағайын, бүгін той, бүгін қуаныш. Келін келіп, тілі қысқарып, зато үйі зуарып қапты, бәрекелді. Ал енді бел жақындаймыз. Мынау арнайы бүгін Айдостың ағасы, бүкіл Қазақстанға белгілі. YouTube пен Instagram'да ашық басаңыз атып шығатын Беташар десе, Беташардың короліне аталған Бағзат ағасы арнайы бүгін келіп отыр. Айдос үшін келіп отыр. Шапалақ қойып қойыш кәнеге. Беташардың Ассаламағалейкум арымыздар, қадірлі ағайын, туған туысқан жекжат бауыр дос жарандар. Алатаудың бөктері тектінің ұрпағы тамыры тарихтың тереңінен жайылған ұлы жүз ошақты, соның ішіндегі Сүлеймен Құл әулетінде Ақтүйенің қарыны жарылып, қуанышқа күйгеніп, бойдағымыз Айдосымыз үйленіп, дінімізмене ислам бір Алла деп басырып жиғаны тойға шашылған Рахымбек ағамызбенен Бану жеңгемізге бір қошемет қол соғайықшы ағайындар. Негізгі құтты болсын да айтатынды мына әбімнен атамызға құтты болсын айтам. Атам бар ма жерде? Той құтты болсын ата, әбеке. Ата, той құтты болсын. Айдос үйленді ғой, біле ма? Кейбір апаларым, аталарым білмей отыра береді деп отқан соңда бата сұрап жағдайды. Енді ағайындар, қазақтың киелі салт дәстүрі Беташар. Атам қазақ аттан жығылсақ та, біз қазақ салттан жығылмаған елміз ағайындар. Біз қазақ немізбен қазақпыз.
тілімізбен, дінімізбен, салт дәстүрімізбен қазақпыз. Қазақтың салт дәстүрін қазақ қолдамаса кім қолдайды ағайын? Қуанышты шынайы бөлісейік. Шынайы қуанышты бөлісем деген адам сол тойға барын салып, нарын салып, той бітем дегенше дәканса отырған адам. Қазір қазақтың тойымен мәні сәні қалмай баратқан себебі келсек тойға кетуге асығамыз. Қазір тойда көбінесе той бітем дегенше бұрынғыдай 30 күн ойын, 40 күн ойын жоқ. 3 сағатта той өтеді де кетеді. Сол той бітем дегенше тойды соңында тек осы әйелдер отырады. Апаларым рахмет дәканса отыратын. Еркектердің көбісі қайып кетеді. Әйелдер неғып дәканса отырады десем үстелді аңда отырады жарықтарына. Енді ап кетем десеңіздер ағайын. Бүгін дастарханда бәрі жетеді. Шынайы қуанышты бөлсем десеңіздер, Рахымбек ағамен Бану жеңшемнің тойы бір керемет өтеді. Ырмалды алғашқы қызығы, Құда қаласа мінеке әке көрген оқжанар, шеше көрген төнбішер деп, Рекеңде өзі кіші жүзден алып жатса, Айдосты әкенің жолын қылып сонау Ақтаудан адай тапқан екен, Құдайға шүкір. Сондықтан бүгінгі айналайын, кім болса да адалынан келсін. Қойшының таяғынан, келінің аяғынан деп, адайдың қызы құттық адамы болып, әулеттің жанашыры адамы болып, Айдосымыз бен аруымыз бақытты болып, келер жылы Қошқардай ұлға балалы болсын. Ауызға Алла жақсы дұға берсін, иіліп көпке келін сәлемін бұға берсін. Айдос пен арудың арасынан ел билейтін данышпан, дан арпақтар шыға берсін дегендер. Қол соқ қошеметтейік, енді келінді ортаға алдырайық, сәлем салдырайық, елменен таныстырайық. Қошеметті қойыңыздар, жас келін келедір. Шапалақ, кәнеге ағайындар. Ай келін, ақбатаға бай келін, жайына ташын қабағы, қайнататын шайнегін. Келін, ай келін бетке сай келін, өзге үйде туады, өз үйіне келгенім. Жаққаным, қатпағаны қамырдың, ақ орамал таққаным, кетпегені қадырдың, салт дәстүрді сақтауың, тектілігі тамырдың, ол аяқпен аттауың, ол міндеті келіннің. Шайқаласын жесеңіз, шаңырақтың шаттығы, қайнатаңа құмды бұл келін, қайнаныңа құр бұл келін. Оқтау мен орамал бірден ұстайтын бойдақтар бар еді. Оқтау тұр екен, бойдақ қайда? Айдос, енді өзің ұстайтын болмасаң былай шықсам сен. Вообще мобил ұрып қойып жүрген. Қуанған мен қорыққан бір дейді. Оқтау ұстайтын достарыңда бар ма? Әліншектерден кім бар? Жақында үйленетін, ниеттеніп жүрген балдар бар ма? Оқтау тұр, ана оқтауды байлап алып, вообще ештеңе білмейтін бала бұның. Оқтауды орамалдан, келінің орамалына байла. Өзің байла, өзің байла. Ешкімді араластырма, оқтауды өзің ұста. Өзің байласың, өзің үйленесің, біреу байласа, біреу үйлендіре жүгірмек, өзің байла. Оқтауда әйелдерге жағаластырма, бұтына қыспа, наме дейді анамені. Енді ағайындар, шамал назар аударайық, тыңдалмаған сөз жетін дейді. Алдында тұрғандар отырыңыздар дейді. Отырған көкелеріміз көремай қабатыр. Отау көрпар басқа бар, бас жеткен қайда. Жіңішкені көріп қылман деп. Тамада ұқсап жуандап апсың. Енді ағайындар, шамал сабыр сақтайық. Тиш. Бір қатын сөйлеп отыр, қатын сөйлеп отыр. Ағайын сабыр сақтайық. Тыңдалмаған сөз жетін дейді. Бет ашарды қазақ қолдамаса кім қолдайды? Маған да бір қолдайтын ниеттеріңізді білдір, бір шапалағыр қошеметтеп қойса. Енді өтініш. Микрофондағы жігіттер, аппараттағы жігіттер мен даусым көріп тұрсыздар, қырылдап тұрған. Барынша шамал ашыңқыра. Енді ел жағдай түсініп, шамал тамағым қысылып, сіздерде дәмнен тұздан ішіліп отырса, той құтты болсын деп бісміллә деп бет ашыр бастайық ағайынменге. Ассалаумағалейкум ағаларым, қымбат қой асыл халқың бағаларың. Армысың тойға келген ақ жаулықты, алтындай домаланған аналарым. Қуаныш қызығым деп шаттығыңды, жастарым бүгін міне жаңаладың. Бет ашуға келгенде ағайындар, болсыншы маған да бір шапалағың ал. Мен келдім Түркістаннан қадам басып,
айтайын өлеңмен сөз санамдашып. Ассалаумағалейкум ошақтылар, қояйын өздеріңмен амандасып. Қоймасын жақты Құдай қарыстырып, дұшпанмен қоймасын алыстырып. Адай қызы келін боп түскеннен соң, өтейін ошақтымен таныстырып. Қуанышпен бүгін той шаттан алам, жақсының жырын әрге жаттап алам. Бір қошемет мен үшінен кетеді, бет ашуға шыққан кезде әппақ адам. Сыйлайтын мағайын сенсің дейма, айтшы сен қаяқынан кемсің дейма. Шапала құрғандарға рахмет, ұрмағандар қапқара деп менсің дейма. Жиғандарың тойға елім шашып тұрысың, көңілдер қуаныштан тасып тұрысың. Мен қапқара болған, мен сен әппақсың, жақынырақ реңімді ашып тұрысың. Аузымнан бір түрлі шығып тұрма, неғып сонша жиып қашып тұрысың. Ұстағаның дәптеріме парақ ба дейм, елім түріне айтпат деп қарап па дейм. Менен гөрі әппақ па деп ойласам, сенің әппақтығың сәләқ ба дейм. Жиғанды тойға елім шаштың ба тек, табағыма көлді кел бастың ба тек. Жақындатып дәптерді көтерсейші, менің көзім аузымның астында мүтісташ Бұл өмір қарап тұрсаң жалған екен, бойдағыңа үйлену арман екен. Айдосыным алғаның адал болсын, кіші жүз адайлардан алған екен. Әзіл айтсам бұл сөзге күлесің ба, күйеу көп кіші жүзге жүресің ба. Сенен бұрын кіші жүзден әкең алған, қыздарын сен айдосау білесің ба. Құшақ жая қайын жүрт деп құлайсың ғой, күйеу болып кіші жүзге ұнайсың ғой. Кілтін таппай жатсаң міне кіші жүздің, әрі бажа әрі әкеңнен сұрайсың ғой. Рахымбек сағанда несін айтады, ай әкеңмен қосылып жылайсың ғой. Бойдақ бұл бүгінге дейін жүріп кеттің, қыз қырқынның талайымен күліп кеттің. Тыныш жүрген айдосым ойда жоқта, әкең кірген қораға кіріп кеттің. Құтты болсын басыңның байланғаны, үйленіп көңіліңнің жайланғаны. Айдосқа бір шапақ қойықшы, көрпеңнің сұлу қызға айналған ауайы. Ағайын ағайын, дарманымда олайын, сыңғырлатып салайын, қызығыңдар талайын. Келін елге бақ болар, құтты болсын қадамың. Ал жақындап келіңдер, бет ашамын көріңдер. Айдай келін баланың көрімдігін беріңдер. Адайлардың бір гүлін, ошақтының сүй долы, қызға келін болу хақ бұл Алланың бұйрығы. Атанаңдау ардақта қанатына саяла, жылы сөзбен дәміңді қабақ шытпай жаялға. Үлгі қып жұртың мақтасын, көргендер кінә тақпасын. Тек тоқпа міне кіріп ап, жуылмай кірің жатпасын. Жасықтыққа жол берме, жігерленіп өргөрле. Келін мынау үйіңдай өзіңнен кем көрме. Әр қазағым жалғызым деп тұрайықшы, деу халқым бермен ойын бұрайықшы. Тек тұрбағым той жасап жатқан кезде, ошақтыға бір шапала құрайықшы. Әзілме ешбір қалдар қалымапты, айтса дағы балдарға дарымапты. Аппарат қойушеді Айдос Жанда, бүгін міне микрофонға жарымапты. Үмітін елдің бүгін ақтадым ау, талайлардың тояқпен мақтадым ау. Мына жерде үзілмейтін микрофон шыныробай болса да таппадым ау. Елге келін сәлемді берейікші, шақырса тойдан қалмай келейікші. Ал енді бармен базар қылып, бет асарды ашып біздер көрейікші. Жаңбырдай жауып шашулар, көңілдер көлдей тасуда. Келемін жұртқа таныс қып, бетіңді келін ашуға. Бұл өмірде пенде жоқ, о дүниеге бармайтын. Мұсылманды қанда жоқ, әруақты еске алмайтын. Әруақтарға мың сәлем. Ошақты елі Сүлеймен Құл әулетінен өмірден өткен, марқым болған ата бабалар әруағына көпшіліктен құрмет, жалпы әруақтарға жас келінен арнайы мың сәлем генеген.
ал сөзімді жақсыға саптайыншы, бет ашып ел үмітін ақтайыншы. Келін сенің үлкен атаң Әбдіманап, қарияны жеке дара мақтайыншы. Тұлпардың да болатұғын қазанаты, ақының бар ойдан өлең жазалатын. Ақсақал Әбдіманапқа бір сәлем сал, қазағымның бір туар азаматы. Ата желер әулеттің сәнін берер, әке кеше бала десе балым берер. Әбдіманап жаннатқа бір сәлем сал, Айдос үшін кеудедегі жаным берер. Демеймін келін сәлем бере алмайды, атам неғып жақында бет ашарды көре алмайды. Ал атамның тұруы қиын болса, біреу алып кеп көрімдігін ақ бере алмайды деп атқан. Әзіл айтып асырған келтіреді ау, атаның батасымен желпіледі ау. Баласы Рахымбек бермей отыр, Банудалы пұлдауды өлтіреді ау. Ақындар қаймен күн көреді, халқы маған қошеметін береді. Бану жеңшем Әбдіманапқа беріп атса, Жанат апамның орнына кім береді деп атқаным ғой мен. Мен бердім Жанат апаң орнына. Сәлем салып ата денге жағынасың, демеші неғып тілмен қағынасың. Бану ау бар ақшаңды беріп қойдың, қазір өзің орныңа не қыласың енді? Жұмысың болмасын дейді? Бар дейді. Сыйласып әзіл айтып тұратын ек, әзілге көптен ойын бұратын ек. Ал енді келін сенің атаңыз бар, туған атаң осы жерде Рахымбек. Бұндай ата шынында біреу ғана, болатын әулеткерге сүреу ғана. Рекеңе бір шапалақ лайықшы, кіші жүз алашаға күйеу бала. Шынында бұл кісі текті ғой дейм, әулетке жақсы келін жетті ғой дейм. Бар ақшасын әке шешесіне беріп қойып, әркімнен қарыз сұрап кетті ғой дейм кісі. Жүрегі ұқсап соққан барабанға, тілеп жүреді үлкен кіші әр адамға. Бануды шалғасынан түсіретін әшкейдің аршетінен қарағанда. Бануда беретінін жасырама, мақтайдың алаша қыз асылана. Бануға мыңда бір Рахымбек екі ұл мен екі қызды асыраған. Ал қайнатаң 20 мың беріп атса, ал Бану одан көрі асырам. Ал Бану одан көрі асырама. Болатын той көретін әсіп ау дейм, жиғанын тұр Бануда шашып ау дейм. Негізі Рахымбектен қарағанда Банудың қолы шамал ашық ау дейм. Пейілін бұл Бануда қыспайды екен, той бар жеді ағайын тұстайды екен. Атаң 20, енеңіз 30 берді, үйді ақшаны кіші жүздер ұстайды екен ғой. Шама келсе жақсылыққа шашу керек, жамандықтан аулақ деп қашу керек. Ау, Реке үйде өзің қожайын болсаң, дәл осы жерде қатыннан асу керек. Шынында бұл Рахымбек ойладан ғой, талай тойын қуанышпен тойлаған ғой. Бану Рекеңде жақсы адам болған менен, мына шашты Бану қоймаған ғой. Шабытымдыр менің де шабайын деп, бағымдыр жақсылармен жанайын деп. Рахымбек намекті ен түсінді, сұңқылдатпай аузыңды деп. Сәлем салып енеңе жағынасың, жақсы жерден іздесе табыласың. Мына қатын бәрі бір асып кетті, енді Рахымбек мына жерде не қыласың деп атқаным ғой. Қайдан келген мені де көсем деді ау, Бануды асырып тағы бүгін бөсем деді ау. Енді асырасың ба деп сұрағанда, Рахымбек ішінен шешең деді ау дейме. Ойнадық талай тойда күлдік қой дейм, бет ашып біраз жерде үрдік қой дейм. Қатын жеңген еркек міне болмаған ғой, үйде қожайын Бану екен білдік қой дейм, бір сәлем салайын. Балаған сені сәніне, қос айтқан сені әніне, қызықтап тұрған халыққа сал келін жан мың сәлем. Құрметтейміз атаңды, еліне дана атанды, төрде отыр атапа беремін деп атамды. Әулетімнің үлкені Рахымжан Райхан, Ғалымжан мен Фарида, Әлімжан мен Латипа, қошеметпен қол соғып ата жеге бір сәлем. Аталарға, апаларға құрметпенен мың сәлем. Әулетімнің үлкендері аталарға бір сәлем. Өткен өмір әркімнің дерегі көп, кейде менің күлкімде келеді көп. Музыкант бала микрофон тураласай, маған негіз музыканың керегі жоқ. Көрінетін алыстан тобырдан ғой, туған екен анамыз әкімнен де шопырдан ғой. Рахымжанды ескеріп тоқталайын,
әбділманап атамның қолында отырған ғой, қызметке әке шешесін жарап отқан, қомақты көрімдігін санап отқан, әсіресе Райханға бір сәлем сал, сол негізі шал кемпірге қарап отқан, мақтық сөзге Рахымжан ділгім кеп тұр, ойнап талай тойда да күлгім кеп тұр. Қайнатаңыз Рахымжанға мың сәлем сал, өкісі қайда отқанын білгім кеп тұр. Айқайласа тамағын құртылар ма, айқайлай берсем тамақ жыртылар ма? Ой бұрмай Рахымбектің көзбе өкісінің мұрты бар ма? Бұл әулетте мен білмеймін жақыны кім, айтар міне шындықты ақыны кім. Реке өз орныңа беріп кеттің, Райхан деген өкісінің қатыны кім? Айта берсем Райханның көркі көп ау, демеймін жүрегінде дерті жоқ ау. Рахымжанның өзі зорға шыққан кезде Райханды мақтағанмен толқы жоқ ау. Ал әңгіме құлағын көпшілікке бұрадым, топ ішінде тұр міне жезде әпке шырағым. Келінді қашан көреміз, көрімдігіне тұрамын, келінжан салса мың сәлем, табаққа долыр ұрамын. Пейілінде Райхан қыспайды екен, той бар жерде қазағын ұстайды екен. Әшке киген қатыннан қорқушы едім, менге де әшке киіп үсігін ұқсайды екен ақшы. Құшақ жая кел деп құлап жүрген, сәлем көр әжелерге ұнап жүрген. Рахымжан аға сізге де мың рахмет, әшке киген қатынға шыдап жүрген. Мен де сол бір әшкеліні сүйіп кеттім, үйленген соң абырой жиып кеттім. Бойдақ кезде негіз аппақ едім, сол әшке киген қатынға күйіп кеттім. Бір жақсылық боларын сезген екен, әзілмен өлең сөзді көздеп өтем. Райхандай әпкеме сәлем салсы, Раушан мен ғалым сенің жезден екен. Ал Айнұр мен Серікке бір сәлем сал, атын атап оларды да сөздеп өтем. Алтынай мен Маратқа, Жадыра мен Ерікке, жезді әпкеміз Жарқынай салшы келін мың сәлем. Әпкелерге, жезделерге мың сәлем, әпке жезде бауырларға бір сәлем. Үмітті біз Алладан үзбейміз ғой, сыйлайтыным Райхансыз дейміз ғой. Жеке дара Райханға тоқталайын, осы әулетте ең жарамды қыз дейміз ғой. Жүрейік ойнап күліп ауырсақта, көңілге сөз алмай қауырсақтап. Райхан әпшемнің қормысынан айналайын, қазанда жаңа піскен бауырсақтай. Көңілі қуаныштан жайнап отыр, төркінге келіп апам қайнап отыр. Қыздың міне үлкені Райханда, оң қолына бірдеңе дайындап отыр. Қошеметтеп Райханға бір сәлем, айтылмай тілім менің байланды ғой. Райханды көріп көңіл жайланды ғой. Банутығы 20-дан басталып ед, нақысынға инфляцияға айналды ғой. Әзілдеуден мен бүгін жалықпадым, өнер жолда ешқашан тарықпадым. Барлық жоғы 2000-нан 2 ұстап, әпше бір 2000 нағып алып қалдың. Жұмысың амады. Жезделердің үмітін ақта деген, жүрген жерде жездені жақта деген. Маған берген информация ғалым жезден ішінде крутой мақта деген. Бір жақсылық боларын сезген екен, ғалымға да бір шумақ өлеңімді көздеп өтем. Шапала құрып жатса ғалым деген, ең крутой мықты сенің жезден екен. Әзіл айтып талай мен ойнап едім, талай тойды жезделермен тойлап едім. Ғалекенің шаш сақалды ағарып кетіпті ғой, бір мықты жігіт ама деп ойлап едім. Ақшы жүзі ғалым жезден маңдай екен, қалайша Раушанға өлең айтпай жанбай өтем. Шапала құрайықшы Раушанға, ал әпшеміз Раушан қандай екен. Қошеметпен қол соғып Раушанға бір сәлем. Жан жағына тұр жезделер қарап дейді, әзілін біреулерге күліс екен, сұрай берсем ақшаны ұрыс екен. Негізі ғалымды мақтағаннан Раушанды мақтаған дұрыс екен. Жан жағына жезделері тұр қарап дейді, қайын жұрт үшін барлық іске жарап дейді. Алтынайдай мықтап дейін осы жерде, одан кейін мықтысы Марат дейді. Ал Марат көрінетін кез келіп тұр, қайын жұртқа ақшаңды жарат дейді. Қошеметпен қол соғып Алтынай мен Маратқа
Ege dara hürmetpен salçı gelin mыңсадым. Әзіл сөзді ел жұртым сүйем адим, Марат міне бірден 10 мыңға күйем адим. Алтын айға кім берет десең міне бөлсең 5 мыңнан тием адим, сондай ғой. Айтыста да ақынға жай беруші ед, кейбір ақын маңғаздап жай келуші ед. Сен заңғар айтыс көрген қазақсың ғой, екі ақынға бір шайнек шай беруші ед. Шай емес маған жүргін шу керек қой, халқымнан бір қошемет ку керек қой. Қырылдаған тамақты баса тұғын маған бір стакан мен пияламен су керек қой. Жақсы мен жақсыларым қауышып тұр, уақытта сүйкөндпен ауысып тұр. Арасында бір жұтым су жұтпасам жүгірмек тамағым жабысып тұр. Бақыт құсы басыңа орнады ма, Айдосты бүкіл елім қолдады ма? Әй заңғар, парақты берек келсей, сенен басқа су құятын болмады ма? Қағып бірәтсің. Көңілді болар бүгін қош емес қой, айтып тұрғаным өлең ғой, тос емес қой. Сен жүгірмек оң жақтан тураласай, көріп тұрсың екі қолым бос емес қой. Сусыра бәзілмен келтірдім ғой, бір жұтым зорға жұтып желпіндім ғой. Стаганды көтерсей жүгірмек ау, сен маған боздық беріп өлтірдің ғой. Мен жасым біреулерге шал емеспін, 40-тамын дегенмен бал емеспін. Адам құсап суды жөндеп берсейші, мен тоңқайып шедім ал емеспін саған. Ән салып бейбейлетін талайың бар, үлкен кіші көңіліне қарайында. Ал енді дәлесшеде Сүлеймен құлып, әулетінің тек тұрпақ ағайындар. Қабыл болсын тілекпен батамыз дейм, алдымен құрметті білкендерді жатамыз дейм. Туысқандардың ішінде күләндай бір, күпәндай бір, мықты міне алтындай апамыз дейм. Күпән апа, Қайрат аға, Дана жеңге тағы бар. Жарылғаптай атаға, Қайыргүлге сәлем сал. Шарбану апа, Ұлмекен апа, Күлән апа, Олжан апа, және Құдайберген қажата, Айкен апа, Рай апа, Бай ұзақ ата, және де Дариқ апа, Болат ата, Сағат апа, Қуаныш би ата, және де Гүлғайша би апа ма? Сасай сайына қарап тұрсын сәлем сала берсе адам аты талғанда. Тоқтап бағамыз? Бауыржан, Нұршат, Анарбек, Мәдина, Манарбек, Жанар, Данияр, Мәдина, Жәнібек, Әсемкүл, Ақыл, Айдария, Жамбыл, Бота, Немат, Хабиба, Фариза, Байыны сәпкеңізге, Меруерт, Айдария, баршасына қошеметтеп, барша бауырларға, туысқандарға арнаймын сәлеміне. Сөзімнің мағынасын ұғып тұрышы, ата талғанда келін сәлем бұғып тұрышы. Ей, оқтаушы сен жүгірмек қатындармен, қатар тұрмай алға таман шығып тұрышы. Ойда қыздардың талайына ұнай тұрсай, білмесең білмегенді сұрай тұрсай. Сен маған не істеп тұрған көрінбейді, келіндердің сол жағына шық былай тұрсай. Келген жерім Түркістандай қала жатыр, сонда келін иіліп сәлеміңді сала жатыр. Сен оқтаудың шамалы басын түсір, сенкіне қайқайып бара жатыр. Әзіл айтсам сөзімен аласың ба, бірінші рет оқтау ұстап барасың ба, шамалы оқтаудың басын түсір, абысының аузына тығып аласың ба, қайтесін түсіріп тұрса. Әрбір туышек жат, еліңнің жұртыңның да біл бағасын, тыңдап ал ақының да жырлағасын. Сәуле апамыз Зәуре апа күміспенен, Раушамен бақыттай түп нағашың. Бақытпенен Мейірхан Айгүл келсе, олардың әрқашанда біл бағасын. Бақтияр Әлималар бөтен емес, Айдындар Жұбаймен түп нағашың. Әуесхан міне жүбімен, Талғат міне жүбімен, Толқын міне жүбімен, Нұрландар міне жүбімен, Шәкір менен Ағмарал Айданаға бір сәлем. Түп нағашы бауырларға мың сәлем, түп нағашы қауымдарға мың сәлем. Әрбір туышек жаттың дос бағасы бар, үлкен кіші сыйлайтын ел ағасы бар. Айдостай женіміз үйленді деп қуанып жүр алаша ел нағашылар. Нағашылар жеңдерге бата берсе, жеңдердің әрқашанда бағашылар. Өз нағашын Гүлбаршын апам міне бастаған, нағашы деген женішін тұрар міне жақсы адам. Нұрла менен Гүлжиян, Абат менен Нұрзия, Марат менен Базаргүл, Бегімай мен Айгүлге, және де бар Ермағамбет,
Рима мен Асанға сәлем салып жүр, нағашыны сыйлап жүр келін қашанда. Асан менен Әспетке Бақытгүл мен Саматтар, Жанаргүл мен Ұлданай апаларым тағы бар. Асқат менен Райгүл, Ерболат пен Әйгерім, Азамат пен Ақжарқын, Салават пен Абзалдар, Нұргүл менен Нұрдәулет, Нұрсөзі мен Ақбота, Сардар менен Нартайға, Айсұлуға бір сәлем. Қошемет деп Айдосы менен нағашыларға бір сәлем. Нағашылар құрметпенен қошемет деп мың сәлем. Женісін жақсылыққа жүгініп ет, нағашының жақсылығы осындайда білініп ет. Айдостан мен сұрап ем, нағашының ішіндегі мақтауға Марат аға мілініп ет. Оңынан сөздің туар ай емес па, Мараттың болар жақсы жай емес па. Қай Марат деп сұраса мен айтайын, Марат деген Базаргүлдің бай емес па соны? Үмітін елдің бүгін той десе шешендігін сарнайды екен, жеке дара келін сәлем Маратқа арнайды екен. Қайнағаңыз ба айналайын жаным аға, қайнағаң бір-бірін алмайды екен. Қазақ деген сыйлайтын елім ай дейді, көрінер биік шыңда төрім ай дейді. Ал енді екінші мақтайтын нағашыңыз крутой Бегім ай дейді. Ал Бегім айға бір шапалақ ұрайықшы, Бегім байға бір шапалақ ұрайықшы, жүретін дұшпанына берілмей дейді. Үмітін елдің бүгін ақтадым ба, Беге мен сізді жекедар айтып жақпадым ба? Сонша міне кешігіп айналайын, кешіккенге оның қамайда таппадыңдар. Болмасын тілдің маған жазасы көп, мақтай берсем нағашының тазасы көп. Бұл кісінің Айгүлі қайда отыр, мына кісінің реңі мазасы жоқ қочыды. Риза болып сөзіме қаласын ғой, жоқ болса да келін сәлем саласын ғой. Жоқ болса Бану бере салса, кейін қанисін өзің аласын ғой деп отқаным ғой. Сән салтанат бүгін той құрған екен, жоқ болса да Айгүлге бір шумақ өлеңімді жырлап өтем. Айдоста құлағыма сыбырлайды, бірінші курста соны үйінде тұрған екен ғой. Жен бөленің құны көп, бойында ешбір міні жоқ. Қызығып бізге тұр қарап, келінге деген көңіл тоқ. Көңілі шіркін тасып жүр, өзін түскелі келін боп. Бұйырған дәмнен басып жүр, қуанышының шегі жоқ. Жендермен бөлелер келін сәлем бере бер. Мира еркін Ақниет келе бер. Нұрқасым мен Нұрсұлтан Аяз би мен Мөлдірге, Жұлдыз бенен Зарина Ертілек пен Асқанға, Дәрия мен Меруерт дәулетті бір жен бөле. Мейіржан мен Балжандар Назгеш пен Каусарға, Аяру мен Нұрғанат Нұрдәулет Бағдәулет Аяна, Адинай, Мейірхан Мөлдір Жанерке Анарка Эльфия Елнас Ұлдана, Иман Әлі, Ибрахим Бипо, сасай жайын оқиямай тұрсам, құлда қарап тұратын өзі. Көрімдікті жақсылап төле деген, жүрсін қазақ әрбір тойдың қызығы мен көре дебем. Мен Нұрқасымға арнай тоқталайын, ішінде ең мықтысы Нұрқасым деген бөле деген. Шапалақ ұрайықшы Нұрқасымға, сөзімді де өзімді елемекен. Нұрқасының жүрісі өте бөлек, иіліп келін сәлем беремекен. Қайда отыр Нұрқасым, бөлесі ортаға суырылып келемекен. Түсінігім ол елімнің санасыма, перзент көздің ақ пен қарасыма. Нұрқасымды айтып атсам, мына кісі Нұрқасымның мамасы ма? Нұрқасым неғып өзі бермейді, Нұрқасым кішкентай мамасының баласы ма? Сөзімнің мағынасын ұқтырушек, Нұрқасым десе біздер тіктірушек. Мына ақшаны қалтама сал жүгермек, әйелдердің төсіне қыстырушек. Жақсы адамға аумаған дейді, жылы сөз жүрекпенен баураған дейді. Нұрқасым арт жағымнан келіп тұрып, мен кінәлі ешкі жоқ Каспийге аударам дей ма? Берман қарай Нұрқасым жақында дей, мен сені мақтау кім қақында дейм. Кім Каспийін аударып жатырсың, мен Каспийім қатынымның атында деме. Бөлекенсің шынында мақтан алсай, үмітін Нұрқасымның мақтап алсай, 701 410 15-менен 08-ді жүгермек жаттап алсай. Мейлі бұрын, мейлі мен кеш келейін, Нұрқасымның мықтылығын ескерейін.
410-15 мінден 08'ді аудардың ба қанша қанды тексерейін, ойнамайды мен. Бәрлігінде ағайын туыс бауыр ет дейді, бет асарды әрбір сөзді тәуір ет дейді. Негізі сұйымен құлып айналайын, тек тұрбақ үлгі алатын әулет дейді. Осы жерде бөлесінің пурасы көп, пурайды айтатын негізгі дәулет дейм. Жен. Дәулетке де бір сәлем беріңіз дейм, ал дәулет шығып келатыр көріңіз дейм. Шапалақ ұрып жатсақ дәулет үшін, дәулетжан бермен қарай келіңіз дейм. Сен деді қалғаны кәсіпімен ба? Жендегі нағашыға қорған ау дейм. Демеңіз мақшаны ақында сорған ау дейм. Дәулеттен әлешкі ақшаға қой, фурада жақсы жұмыс болған ау дейм. Ал жақсылық Алладан сұрағаным, ақындап талайға сөз құрағаным. Марат пенен Жәмилә бөтен емес, мың жылдығы жалғасқан құдаларың. Құда деген мың жылдық, күйеу деген 100 жылдық. Жекжат жырат жарасып өте берсін күн жылжып. Марат пенен Жәмилә, Совет пенен Шолпанға. Әділбектей құдаңыз сәлем сап келін ұнаңыз. Талғат пенен Айжүрек, Айбол менен Ғабитке. Меруерт пенен Сержанға, Күләнда мен Алтынай. Апаларым және де құдаларға мың сәлем. Қуантай мен Гүлнұрдай жекжаттарға бір сәлем. Құдаларға, құдағиға құрметпенен бір сәлем. Қайта-қайта айтсам сөз дарымайма, кейбіреуді сөзімен алымайма. Бәрін оқып болдым ғой, аша берсейін, ашу көрмек онша әріп танымайма, қараса. Таңдарда арайланып атып тұрысын, күндердер қуанышпен батып тұрысын. Әй, оқтаушы оқтауды қимылдатсай, ұстап ап неменеге қатып тұрсын. Еңбегің бет ашармен өтеліп тұр, бір айқай бір қиқу жетеліп тұр. Келін сәлем сап жатқанда сен оқтаудың басын түсір арасында көтеріп тұр. Сонда келін сәлемді салмайма дейм, оқтауын қимылдаса келін сәлем арнайма дейм. Ай, оқтаудың басын түсіріп көтерсейші, нажы көрме қимылдата алмайма дейм, қимылдатса кетер. Ойында сөзінде бір жұмбақтайма, бірдің айтсам сөзіме мін қатпайма. Шашыңда қатты өсіп кеткен ба дейм, немене жақында жүнгін баттайма, немене. Әрбір қазақ той тойлау жоспары бар, той жасаса ағайын ататұғын қошқары бар. Жұмахан мен Роза Мәдина апа, ата-енеңнің отбасылық достары бар. Өркен мен Жұмағызға бір сәлем сал, бүгін тойға үлкен үлес қосқаны бар. Ербол менен Гүлбану, Мақсаттай бір ата-енең, және де бар группалас Сұлжақ міне достары. Ата-енеңнің кластас Болат менен Қаламқас, Үрістем мен Әсемгүл, Талғат менен Нұрбану, Мұрат менен Бейбігүл, Гүлмира мен Аятқа, Жанар менен Гүлсімге, Жәнібекке бір сәлем. Және де бар Мұхиддин, Мәдина мен Арманға, Назгүл менен Ораздар, Ескүл мен Сейілхан, және де бар Күләшқа, Мұрат менен Гүлнарыға, Мұрат менен Айгүлге, Мұрат менен Бейбжан, Жомарт менен Ләззатқа, Гүлжан менен Гүлжахан, Жұмабек пен Шараларға бір сәлем. Ата-енеңнің достарына келін ғой бізге келіп танысатын, қазақ біз дұшпанымен алысатын. Осылар ғой 65-тер 99. Айдостың достарымен жарысатын осылар ғой. Ата-ене деп келін сәлем салат дейді, сәлемдідір бұларда қалап дейді. Ертең тойда 65-тен 99 бейбейлеп жарысып осылардың өмірі бірінші орында алады деймі, рас па? Таңымызды арайланып атып алған, күніміз қуанышпен батып алған. Бұлар қалай жеңетін үйберіні қазірден бастап тамаданы сатып алған қозынашты. Бақтысы басқада орнаған ғой, өнерімді дана халқым қолдаған ғой. Палшандары бар өшерде, ата-енеңнің бір кездері атаңмен бірге отанды қорғаған ғой. Болат менен Шолпанға, Гүлбара мен Еділхан, Тайыр менен Зүлбия, Әскербек пен Роза, Ерболат пен Любаға, Мұрат пенен Ұлданай, Бақытжан не Қызылордадан келгеніне Сұлжақтар, құрметпенен арнайы салшы керен мың сәлем. Шақырса тойдан бүгін қалмас деймін, бұлармен де жақынырақ аралас деймін. Палшандардың қатындары жайылма, мыналардың реңдері жап-жас деймін.
Біз қазақ қазан оттан түспейтұғын, бойымызда бар қасиет күшейтұғын. Ал енді Ғабидаған бастап келген Мұрат ағай бірге жұмыс істейтұғын. Руслан ағай бастаған Шынар апай тағы бар. Жұмакүл мен Зояға, Назымға да сәлем сал. Нұрсұлу мен Гүлжанға, Айғаны мен Жанатқа, Фатима мен Гүлбағира, Қарлығаш мен Анарға, Ескер міне Құралайға, Күлшатқа сәлем саларыма. Гүлнұр менен Жәмила, Ұрысқан мен Фарида, Камшат менен Лайлаға, Камшат менен Шакида. Бір қауым ел коллектив сал жігерін мың сәлем. Ұжымдасқа коллективке құрметпенен бір сәлем. Ұжым деген күнде көрер арладам-ау, ісінде түсінде жақсылықпен жалғаған-ау. Коллектив деген күнде көрер бауырдай ғой, ісіміне жақсылықпен жалғаған-ау. Коллектив 1000 теңге 2-ақ ғой, бұлар әлі айлығын алмаған-ау деймін. Бір-бір үшін әрқашан күлімдеді, жаман сөзге коллективтер ілінбеді. Ең болмаса бастық деген бесін береді, бастықтары жоқ қой, білім берді бұларды. Сәлем салып бәріне кез келді ау дейм. Сәлем сал деп келінге сөз берді ау дейм. Ай, сақалды сен неғып қарап тұрсың, маған бір су беретін кез келді ау дейм. Әл оқитын адамым көп пе еді, ысыдыма мына жер от пе еді. Жепсіп қана бойымнан тер шығып тұр, сүртетін тер салфетіма жоқ пе еді. Айтатын бұл нәрсені өзім қой дейм, чувства бар менде де сезім қой дейм. Жүгірмек мұрнымдан ең бар еді, ашып жатқан сол жақ бет көзім қой дейм. Сөзімнің мағынасы көз десе мұрынға кеп тығып кетті. Мына салбеттің бір түрлі ғой, айналайын, мынадан қамырауға несі шығып кетті. Ақындық сөз өнермен туылаған ба, әзілге ел жүрткіліп шулаған ба, өзіме берші өзім ақ сүрте салам, қолымен тамақ жеп ап жумаған ба, немене? Мынау тұрған қайнаға, келінді көріп жайнаған, көрімдікке берем деп боталы түйе бағлаған, түйесі жүрмей жетеккей, ақшалай көрімдік дайындаған, айналайын ай келін, қайнағаға бай келін, қайнаға үйге келгенде, иіліп көрпе жай келін, қасыңдағы танысың, емес бұлда алысың, тату болса абысын, бөліп жер астың жартысың, тойлап келген ағайын қауымдары, тұрмасын жамандықтың дауылдары, аға жеңге қайнылар қайын сіңілі, бәрлігі бұл Айдостың бауырлары, Әйгерім мен Айгүлге, Қазыбек пен Асылжан, Нұрлан менен Айдана, Ғани менен Ғафура, Айса мен Абзалдар, Халима, Әдина, Аяна, Ақыл, Алтынай, Айда, Аружан, Нұрай, Нұрдана, Еркенұр, Жалғасбек, Мәдина, Әлима, Айқын, Абділәзиз, Мумина, Каусар, Әсия, Қарлығаш әпкесі. Өшін бары бар, жоғы бар, жүр алатын, жүр алмайтын, сос көметін, емше кеметін, туылған, туылмаған, іштегі сырттақсына, бәріне бір сәлем айналайын. Қайны қайын сіңілермен. Бөтен емес бәрлігі таныс екен, ал мақтайтын Ғанида шаныс екен. Ғани десең ешкіміне танымайды, пакілешкі Ғанида ганыс екен ғой. Боданың ортасына түстей береді, бойында бар қасиет күштей береді. Бұл ганысты не істейді деп сұрасам, бұл ганыс любой теманы істей береді деді. Бүгін міне асаба қинайды дейді, ганысты бүкіл әулет сыйлайды дейді. Арасында мал сатып жүрсе егер, кейде арасында темір жинайды. Мақтай берсем қалтамда тола береді, ат көрімдікті бағзатта сұрай береді. Ганыс өзі любой темада айналайын, қандай темада болса да бола береді. Бірден айтсам бұл сөзім ұнамай ма, мергенеген сөзді атқан Құралайға. Мен саған өмірімді айтып тұрамын ба, жүгірмек жазғандардан сұрамай ма? Өмірде түйгенім көп, алғаным көп, жігітке жамандыққа барғаным жоқ. Любой теманы істей беретін Ғафура, сенің нандай байың бар, арманың жоқ. Ғафура да солай ма? Мен негізі Ғафураны мақтан өтем, барлық еңбекқор адамдарды жақтап өтем. Сөйтсем міне Ғанида любой тема істейтін қатынды өз тапқан екен ғой. Шапалақ ұрып жатса Ғафураға, айналайын әрқашан жеңгелерді жақтап өтем. Бұл әулет тектір бақ батыр дейді, айналайын бір қайнағанды мақтап тұрып шақыр дейді. Акиматта жұмыс істейтін ең мықтысы, осы жерде Алтынайдың күйеуі Ақыл дейді. Ежеге дара келін сәлем салды мекен, ел қатарлы ордаға барды мекен.
Акиматтың айлығы аздау ма еді, ақыл өзі айлығын алды ма екен? Демеңіз нәғы мені қайталадың, ақылды көріп көңіл жайқаламын. Ақыл сен бермен шығып кетші міне, біреудің квитанциясын көрсеттің бе, байқамадың көр. Ойнап айтам. Құдай берген әркімнің жұмысы ғой, ашылар еңбекпен ел тынысы ғой. Жалғасбекке жеке дара сәлем салсаң, Айдостың туған мені інісі ғой. Әке шешем жақсылыққа шашылды дейді, қазы қарда қазанда асылды дейді. Жалғасбек ең бірінші қуанып жүр, аға үйленіп жол жүрген ашылды дейді. Шаттығымен қуана күйгенесің, Құдай қосса бір сұлуға сүйгенесің. Жалғасбек мен байқұсысын құлдатпай, бүтін омың берсең жақында үйленесің. Жалғасбек үйленгісі шынымен келіп жүрау, омыңды біреуден сұрап беріп жүрау. Сұраса да омыңды беріп жүр ғой, жүгермек үйленгісіге бөліп жүрау деме. Болатын жақсылықтың жалын жасы, сәлемнен ешқашанда тарылмашы. Мәдина Әлимаға сәлем салшы, Айдостың туған мене қарындасы. Жамандығын Мәдинаның жасырасын, Әлимаға сыр айтып шашыласың. Осы екі қыз бой жетіп келе жатыр, осы екеуі отырып қалса сен жауап бересің, қашырасың, бір сәлем сал. Елді өзіне Мәдинада қаратты ғой, тапқанын бүгін тойға жаратты ғой. Ерлан ағамшылы қинап жібердім ба, барақшасын қарызға таратты ғой, қалай болады? Сонда да сәлеміңді арнаңызшы, ісіңізбен түсіңізді жалғаңызшы. Қазір мен бәлеге қалмайын Ерлан аға, мыналардан қарызды қайтара алмай қалмаңызшы деп отқан ғой. Айдостан басып қалам. Өткен өмір талайдың жастығы ғой, ешкіммен жоқ бұл Ерланның қастығы ғой. Бұл уверні алатынына айналайын, өйткені бұл Айдостың бастығы ғой. Көрші ғой бірінші болып қуанатын, жақсылыққа әрқашан жұбанатын. Көршілерге арнайы бір сәлем сал, көрші ақысы ақыретте сұралатын. Біз көршінің қадірін білу керек, көршілерді құрметтеп тұру керек. Қанша көршің жаман болса дағы, сен келін жан жақсы адам болып жүру керек. Болатпенен Айгүлдер, Бағдатпенен Анарға, көршілерім Ұлдашқа келін сәлем саларыма. Ұлжан менен Назымға, Нұрай менен Данкоға, Айлун, Асылай, Ербол, Гүлжамал, Қожабек, Райгүл, Ясин. Көшім оңды солды, алдың қарқы, жоғарғы төменгі бары бар, жоғы бар, танитын танымайтын, көш бөлетін ойы бар, фундамент қой, квартирада жүрген көршілеріңе бір сәлем еді. Көрші десе мен де бүгін жайқаламын, жақсы көрісінің жақсылығын айталамын. Қанша жерде бет ашып жүрген кезде бесін бегін көршіні байқамады. Сыйласы көршіменен тұратын ек, көршімен сәл-сәлданат құратын ек. Айдосын үйленгенде шынайы бір қуанып жүрген 5000 теңге берген көршілерге рахмет. Қуанышпен бүгін той шаттанды ғой, көршілермен үмітте ақталды ғой. Ең соңғысы финиш қылына қызым 10 000 теңге беріп өзім ақтанды ғой. Болмасын сөзім менің өрескелі, жайнап келем бет ашып ел өскелі. На 10 000-ның жатысы бір түрлі ғой, тек жерік бош паршиби емес беді. Ойнап айтамай қақы баратсың. Әзілмен талай той деп сан қып тұрған, жүрген жерін гүлдендіріп ән қып тұрған. Достары, ағалары бұл Айдосын мен жинаған ақшаны аңдып тұрған. Үміттің отыменен үрлей тұрмын, бет ашып біраз жерде гүлдей тұрмын. Бірдеңе берема деп қалдың ғой, мына қатының атын білмей тұрмын. Көшілердің апалар. Той десе қызыл фильм сарнайсың ба, сәлеміңді келін елге арнайсың ба? Дірілдетпей көзіме тураласай, сен жүгірмек туралай алмайсың ба? Нәқ сонша төмендете берет десем, жүгірмек тырнағыңды алмайсың ба? Көңілдің болар бүгін қошы бар ғой, айтатын ағайын дос осылар ғой. Айдосты құрметтеп келіп отқан, ағалары бар осы жерде досы бар ғой. Қадірін інінің де білетұғын, әзіліне талай жұрт күлетұғын. Ерландай қайнағаңа бір селем сал, күнді Айдос Ерланның қасында жүретұғын. Кеңінен ініге құшақ жайған деймін, Ерланның қола шықтығымен Айдоста байған деймін. Күніге Ерланның қасынан шықпаушы едің, енді Айдос Ерланның қасына баруын қайдам деймін сенше. Мақтайдындай шынында жайладан ғой, қошқарын дәу күпіне байлаған ғой. Ерланға сен түгіл мен сәлем салғым келеді, өйткені Ерлан менің қайнағам ғой. Әр
әр сөзінде күш қуат ең бар еді, ашып айтатын мен бар еді. Ерлан аға тағы да ортаға шық, Мәдинаға қарыз бер, нең бар еді? Құдай берген әркімнің де жұмысы ғой, ашылар еңбекпен ел тынысы ғой. Қасындағы фигурный болып отырған бұл Бағдат деген Ерланның інісі ғой. Бүгін міне Айдостың үйленгенін жуама дейм, той-тойлауға белбеген буама дейм. Екеуі де жуан айналайын, қаңғыларды жуандау тұқым қуама дейм. Сәлемді тұр бұларды таңдап деймін, сәлеммен бағың сенің жайленді қасында отқан Ерланның інісі Айдостың ағасы ғой Бағдат деймін. Айтылатын жеке ән бар деймін, жанашыр мақтайтын дос жандар деймін. Ал енді осы жерде барлығымыздың бастығымыз қасында тұр Заңғар деймін. Рақатын тойында халық көрсе, Заңғардың шақырту тойына талайларың барып келсе. Заңғар, мен сені күтіп тұрам, неғып тұрсын, сен сәлемдеп ме көрініп салып келсе бәрі. Жиғанды тойға елім шашып келші, көңілің қуаныштан тасып көрші. Карсингім толып қапты, ақыры бардың, сен реттеп ақшаны бір басып келші. Өтетін дүниемен көктен көп па, жақсылыққа ағайын жеткен жоқ па? Бас десем сонша қолды сүн күттің ғой, алақанға жабысып кеткен жоқ па? Көрсетші неғып. Достар тұр әзілге мойын бұрайын деп, бүгін той сән салтанат құрайын деп. Жалпы тамада өнер жолда жүрген міне, бауыр достар бар ішінде Райымбек, бірлік Самат, және де Думан, Венера, Ислам, Бексұлтан, Абзал, Саламат, Айдос, Бегімхан, футболист, Мейрамбек, Ағерке, Әлшер, Жандос, Гүлім, Асылбек, Түйғын, Адисей дейм, қайдам дейм. Азамат, Айдар, Олфан, Бегарыс, Бексұлтан, Дәуір, Жәнібек, Сандуғаш, Темірлан, Бауыржан, Нұргүл, Бексұлтан, Адина, Бары, Мелих, Марк, Пелин, Денис, Бану, бәріне бірсенім. Тойлайтын бүгін міне түн бар еді, шығатын менде жақсы үн бар еді. Сен Заңғар білесің ғой, мұнан ішінде аямай мақтайтынды кім бар еді? Досыңды жүрген жерде сатпа деген, үмітін алдалдықпен ақта дебең. Ішіндегі Плутой Думан дейді, мына бала соны кеп мақта дебең. Қадырын бұл Думаның біліп қой дейді, мақтау сөзге оны да іліп қой дейді. Лекшісі бар Думанға бір сәлем сал, бұл мақтайтын настоящий жігіт қой дейді. Думандай бір досыңыз болмасын оған өшіңіз. Заңғар айтады, Думанды мақтау сөзге қосыңыз. Қадамың Думан менен нық болсыншы, көңілің қуаныштан көп болсыншы. Думаннан кейін айналайын кім бар еді, тағы да мақтайыншы жұп болсыншы. Мен де сол бет асарды жарған адам, талай тойға бет ашы барған адам. Исламдай маяғымның жігіті бар, кіндік қанымыз бір жерге тамған адам. Доданың жаманына түспеген ет, бойында бар қасиет күштеген ет. Бұл ислам екеуміздің әкелеріміз бір кездері поштада істеген ет. Көрген адам исламды мақтамай ма, аға тұтып мені де жақтамай ма? Жүгермек дайындалып тұрмайсың ба, бәңілдемір нөмірді жаттамай ма? Таңдарда арайланып атқан жоқ па, күніміз қуанышпен батқан жоқ па? Ислам квитанцияңды көрейінші, мына жүгермек өзінің нөмірін беріп атқан жоқ па, көрейші? Төрттілігі терезесі сай дейді ғой, жүрісі өте бір сабырлы жай дейді ғой. Самат деген досыңа бір сәлем сал, ол мықты жігіт ішінде бай дейді ғой. Саматқа шапалақ ұрып жатсық. Қалайша Самат бүгін келе алмай тұр, Самат нағып 10.000 қосып бере алмай тұр. Саған үндемей қояйын десем, сені Айдос 3 квартирасы бар деп көре алмай тұр сен ше. Бір сәлем сал Саматқа айналайын. Сөзімде Саматжан елеу керек, сені бір мықты жігітке теңеу керек. 3 квартира деген не деген масқара, үшеуіне 10-10 30 төлеу керек, бір келе ойнап айтамын. Той болған соң ағайын қыбырлайды, ақындықпен ауызда шыбырлайды. Заңғарда құлағыма айналайын, Бексұлтанды сындырыш деп сыбырлайды. Күлімдеген жүзіңде арма еді, той болып жатыр, Аллам жарма еді. Жүгермек Бексұлтандан ең бар еді, ала алмай жүрген бірден ең барма еді. Бергенде оларда ұнатсың ба, кім бар деп асаба сұратсың ба? Неғып сен бұларды айтып тұрсың, сен Заңғар айтатын құлақсың ба?
Демеші елден міне батап тұрсың, демеші тиісіп маған шатап тұрсың. Сен жүгірмек жаныма шығып тұрсың, неғып сонша артыма тақап тұрсың, алдыдан шықсың. Ашы жүзі бұл балада маңдай екен, мен заңғарды мақтамай қалай міне жанбай өтем. Заңғардың өзіне мың сәлем сал, Бек Сұлтандарды сындырған қандай екен, давай. Заңғарға келін сәлем салады ғой, заңғалға ер риза боп қалады ғой. Бұл заңғар бір той ұйымдастырған кезде кем дегенде 600 мың алады ғой бұл. Қуанышқа қуана киіп жүретін, заңғарды мықты продюсер деп жүретін, менің тапқан Ерланның тапқанынан үстінен бізді сатып жеп жүретін бір сәлем сал. Айта берсек өмірде арман көп па, қайта-қайта заңғарға келін сәлем салған жоқ па? Салып тұрып қалтаңа қол неғып салдың, беретін алып қалған жоқ па? Үмітін елдің бүгін ақтайтұғын, кейбір сөзін дәуірге жақпайтұғын. Дәуір деген өтемін нағыз қазақ, мықты-мықты аттарды баптайтұғын. Демеші сөзім маған мазақ па дейм, мақтайтын достарың азақ па дейм. Дәуірді бірдеңе деуге қорқып тұрмын, іреңі басқа құқсайды қазақ па дейм. Кеңінен құшағында жайған екен, мақтыларды мақтап мен жайлап өтем. Дәуірдің жайлап не шығып үндемей кеткендігі, сөйтсем дәуір найман екен ғой. Чайма шуа көңілің жаз боп тұрсың, демеймін беретінің аз боп тұрсың. Оқтаушы балаға да бір сәлем сал, сен бірдеңе бердің ба, неғымаз боп тұрсың, бердің ба? Атың кім? Оқтауды да бір түрлі қып ұстайды екен, ұстаудан пейіліне қыспайды екен. Күлгені жүгермектің сіп секімді жуып қойған бөтілгі көксайды екен. Көңілді қуанышпен жайқала дейді, жақсының жақсылығын айтама дейді. Заңғарда миымды жеп қойды ғой, думанды 2-3 мәрте қайтала дейді. Сөзімді қалай міне елемес дейм, думан ақ пейілін кеңемес дейм. Думанға арнай бір сәлем сал, бұны айтқан думан ғой, Айдос мен емес дейм. Беркел, ойнап айтам. Беркел, ойнап айтам. Ал әуелеп әндағайын салайықшы, шаттана талай тойға барайықшы. Кең пейілмен келін жан қолымды жай, көптің бүгін ақ батасын алайықшы. Ағайынан бір қошемет болып жатса, келін жан көпке сәлем салайықшы. Көпшілікке мың сәлем деп. Бәрекелді рахмет ағайындар, той құтты болсыншы. Бәрінен бұрын 2 жас бақытты болсын. Жастардың тілеуін тілеп келген, алыс жақыннан соны Оралдан келген ағайындарға мың рахмет ағайын. Енді әзілмен әндеп, аусымды осы беташада әзілмен сәндеп отқан, маған да айыпқа бұйырмаңыздар, кешірім өтінемін. Кейбіреулер ойлап қалуы мүмкін, сыртынан көріп, жүгермек ақша жинап жатыр, ақшаға қонақ екен деп. Құдай сақтасын, қу дүниенің соңына кім жеткен? Жете алмаймыз. Бізден бұрынғыларда жете алмаған. Миллиардтап дүние берсе де адамға жетпейді ол дүние ағайын. Адамның ең байы кім? Шүкірлігі мен сабырлығы, қанағаты бар адам бай. Сондықтан мен әзіл болсын деп жатырмын. Барлық нәрсе ниетке байланысты. Мен сонау Түркістаннан Айдос өзінің өнерде жүрген бауырым, інім болғаннан кейін арнайы ат ерлетіп келген жайым бар. Осы тойға өнерімді көрсетіп, үлесімді қосып кетейінші деп. Сондықтан айналайын. Мен сырттан көріп ойламаңыздар, ақшаға құныққан бәрін қинады, ақшасын қалтасына жинады деп. Әрине жақсының жақсылығын айтып көрем. Ренжіп отырсаңдар, қайтып келіңдер, қайтып берем ақшаларыңды өздеріңе. Сондықтан ренжімеңдер. Менің ниетім ақша емес, апа. Әзіл айтып күлдіріп осы тойды жақсылап жүргізу, апа. Дүниенің соңына құныққан адам оңбайды. Құнықпаған, қызықпаған, просто ақша керек маған, апа. Жұмыс осы, менде жұмыс жоқ басқа. Келін шырағым, келген елің айналайын. Ошақты елі, ошақтыға тиген, ошақтан сүйген еш уақытта қор болмайды. Тектінің қызы келсін, текті ұрпаққа келін бұтсыз жатқан. Тектіден текті туар, тектілік тұқым қуар дейді. Қап кетіп ренжіп өкпелеп отқан ағайын туысқан дос жаран, көрші қолаң болуы мүмкін. Бұрын айтылып, кейін айтылып, іштей түйіліп отқан ағайындар болуы мүмкін. Кішкентайлардың да көңілі бар, өкпе болуы мүмкін. Соларға бір сәлем салшы айналайын. Ай, отын көріп тастайсың адам. Сасайда қарап тұрсыңдар, сәлем сал десем қарап тұрғандыз. Бұлар да ақшаны аңдып тұрма немене? Неғып, кішкентай бала жағалап жүр десем, акиматтан жіберді өтім ақшаны әкелді бұл. Акиматтың баласы дұрыс па? Асырады бүгін міне айла болған. Мына жүгермек акиматтан пайда болған болсын. Ей жандар, осылардың тойына кездесейік.
Енді жалпы қап кетіп ренжіп отқандарына бір сәлем сал. Бұл сәлемді салған сайын айналайын келін, бұл маған емес осы үшеуіңе пайда. Бұның пайдасын әжелерім көріп отыр. Бұл апаларымыз негізі еркектерден қарағанда бізді әйелдер көп жасайды өмір сүру жағынан. Оның сыры неде? Оның сыры осы сәлемде емес па? Біз қазақ салт дәстүрді бекерден бекер айтылмаған, діннен салт дәстүріміз алынған, дұрыс па? Сәлем салған сайын сәлемді қабыл алған адам не айтады? Көп жаса демей ма? Қанша адамға сәлем салсаң, сонша адам көп жаса дейді. Біреу болмаса біреу періште аумин деп, міне о әжелерің көп жасап, аталарың жоқ болып кетіп отқан содан шырағым. 100-ге жетем десең тағы да бір сәлем сал. 120 жыл жасайын десең бір сәлем тағы да. Рекорд жасап 180-ге көлем десең тағы бір сәлем сал. Міне, кім өлгісі келеді, барды ұрып атыр әйтеуір тағаласы. Иә, кейбір келіндердің сәлемінен қорғасын. Үйге кіріп келе жатсаң, алдыңнан бірден шығатындар бар, бірден кездеспен маса дейді, қосылып өзің сәлем саласың. Ондай қорқыныш сәлем болмасын айналайын. Сәлем, сіз қорқып кеттіңіз бе тағы? Сәлем әдемі болса, мына сәлемге дәмелі болады. Сәлемнен белің талмасын, сәлемін елге арнасын. Бүгін міне адайларға күйеу бала атанған. Жасаған берген Айдос, қайдасың Айдос? Ападала дүшқа шыға бер Айдос. Айдос жан, ей жаным, жастай кеттің ғой, бер кел. Сен біраз болды көрмей кел, солың құрақ қапсың жоды, иә? Енді бір құдайдан басқа ешкімге жалынбайсың. Бойлақ бөлмессің, енді отбасы болдың, алға қарай жалындайсың. Мен де басында сен сияқты білмеген арғы едім, мен бұдан кейін қалыңдайсың, жақсы болса құдай қаласа. Қаншадасың? 26. Мен 20-шымда кеткен Айдос. Мен үйленгенде сен сияқты чувствам жер дейіп күле беретін болып қойған Айдос. Кейін қатыным езуімді жинады. Жалғыз менің қатыным десем, әйелдің бәрі сондай екен өзі. Әйел деген өзі еркектің езуін жинайды, отағасы деп сыйлайды. Бұл әйелдердің тірлігі әдейі еркектің ерініне деп қинайды. Алыс кетсе сағындырады. Айтқым келген Айдос, қатын жеңген еркек болмаған. Сені де кіші жүздің қыз бағындырады. Сен бесең әкеңнен сұра десең. Иә деді ғой. Мұны әжелерін бағындырған, әтшеңшелерін бәріне күліп отқан бар бағындырған. Ішінде жоқ қып жүргендер бар, аталарын бүтіндей ішіп жүргендер отыр құда қаласа. Біз еркектеріне менесін күлеміз, әйелдің қадырын 40-тан асып 50-ге жеткенде білеміз. 60-та сол әйелмен абыройды жиып жүреміз. 70-тен кейін дымға жарамаймыз, солардың гамажын киіп жүреміз, қақы барамыз құда қаласа. Қазір 70-ге жетпей гамаж киіп алғандар бар, дұрыс па? Ынтымағы жарасқан жанұя, келін 10 бала ғана болса, ел сыйлайтын қария бол. Айдос, дүниедегі байлық не? Дүниедегі байлық біздің үйіміз, көлігіміз, ақшамыз емес. Ең ақылды ұрпаққа байлықтың үлкені әке шеше. Одан да үлкен байлық не? Ата әже. Сен миллионер екенсің. Атаң әжең бар, құдайға шүкір. Кім баласысың? Атам баласың ғой. Жода ойландың, онда жүріп тоқамысың ғой, кім баласысың? Әкем баласың. Одан кейін? Мамаң кім ғой? Сен жайлап келеді, бір күні мынаның баласы болып кетпеші қағым, ей. Сен же ұрып келесің жайлап. Атадан бастадың, мамаға бірақ түсін, енді мынаққа кетіп қаласың, ау сен? Онда емес па? Қорқыныш бар жода даусыңда сенің ше. Енді отырған Абдынан атаң, құдайға шүкір қандай қуанып отыр. Қараш, ешкім икемдемесе де түскісіге берғай келеді қылсақ. Атаң еркелетіп айнала ма? Еркелете ма? Атаң айт, ата, мен 26-ға кеп үйлендім. Мен жас бала емессің, ата. Мен айналғанда атамай деп еркелетуді қойды. Бар құшақтап сүй атаңды. Құрметтеп атаңды, құрметтеп атаңның бетінен сүй айналайын. Атаңды сүй. Мен оған дейін ортаға Рахымбек аға мен Бану жеңшем шақырайын. Реке, ақша сұрамайым, шыға бер. Бану жеңше. Бану өте көргенде нағыз қасиетті еді екен. Екеуін бірдей шақырып мен бірінші Рекенің алдына салды ғой айналайын. Дұрыс. Бұл өйткені қазір Құдай адалдысын дейді, Реке, адал келін болсын. Ен атанып қол ұзарып не қысқарды? Сөйлеме қапты онда қатыншы. Тіл қысқарды. Қол ұзын деген сөз келін жұмсап рақат көріп тірлік азайды. Ештеңе істемейсіз, істетпейді. Өйткені үйге келген келін ең бірінші кімге жағу керек? Міне, енеден қорылып көргендер бірден қорады қалы көрдіңіздер ме? Ене тыныш болса ата тыныш дейді. Ауылда атаң билеседі, атаңды апам билейді дейді. Азаннан бастап мына келін енді сізге лыбылдайды. Мама маған бер, мама мен жуып тастай салам, мама мен сыпыра салам, мама демалып ал, мама шай ішіп ал, мама сериал басталды, мама ұйықтап алыңыз, мама. Мына адайдың қызын біразға дейін мамалатасы құда қаласа мінекей. Ең ауыр тиетіні тіл қысқару. Тіл қысқару күніге ұрсалып айқайлай алатын, Рекеңе айқайлай алмайсыз енді. Неге? Өйткені сіз күйеуіңізді қалай сыйласаңыз, мына келін сізге қарап үлгі алады. Нағыз келін ененің топырағынан дейді. Азаннан бастап балаңа жаның ашса, күніге айқайлап шақыратын Рахымбекті отағасы. Азында бірінші шыққан кезде қайырлы таң деп. Жанды, иә.
түсінбей қаласыз кімнің қатын деп қайттан ғашық боласыз Бануға Реке. Бірінші Құдайдан, екінші қатыннан қорқатын едіңіз, бостандықты болсын Реке. Любой жерде жүресіз. Жүргенде қаға барасыз, Банудың бала сияқты оқапсыз ғой, я дей береді мына кісілер. Қанша жыл болды жеңше осы әулетке келгеніңізге? 27 жыл. Точно айтыңызшы. Точно. Реке дұрыс па? Дұрыс. Рекеңе бәрі дұрыс, қатыннан құлжа болды, едіп тұра береді кісі. Айдосжан, Айдос Бергел, сенің жәннаттарың осы кісі. Қанша ұрса да сен еш уақытта ашулануға хақың жоқ. Жолың болмай жатыр ма, әке шешеңді ырза қыл. Денсаулығың жоқ па, әке шешеңді ырза қыл. Отбасында берекең жоқ па, әке шешеңді ырза қыл. Сол үшін айтқан ғой пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам, жәннаттың кілті қайда? Анаңның табанының астында. Ата-ананың разылығы Алла тағаланың разылығында дейді. Асқарда әкеңді құшақтап, әке, шеше, сендердің разылығыңды алу нәсіп етсін деп бетінен сүйсей, сен жолдас балаң емес қой, сүйсей сен. Сен сүй, сен ұзатып атқан жоқпыз ғой. Маңдайынан сүй, әкеңнің маңдайынан сүй. Сен сүй, ұзатып атқан жоқпыз сен, Сүйсей, мына шаш бекер түскен жоқ қой. Әкесі бардың маңдайында алтын тәжі бар, айналайын. Ол тәжіні тек әкесі жоқтар көреді. Барында бағала, байлық осы әке Асқардау. Анаңды сүй, сен жылағанда талай ұйқысынан оятқасын, көзінің нұрын кетіргесін. Көзінен сүй, анаңның көзінен. Мына көзден сүй, бір көз аян, бір көз ұйықтап атқан жоқ шырағым. Қолынан сүй, ана қол сен талай жерін жуды. Ана қолдан сүй, қай қол жуған қайдан білесің, сүй. Сүйе бер, бұдан кейін сүйетін адам мына жақта. Барып енді келінді сүй, ойнап айтамай қалыз еліміз. Айдосжан енді Құда қаласа, мен де Ақсақалдан бата сұрап, сосын келін бетін ашайық. Осы жерде ең үлкен атамыз Әбдіманап атамыз, одан үлкен ешкім жоқ бұл жерде. Сондықтан атаңнан бата сұрайық. Бет жақында Айдос, ата, мен де бата беріңіз ата деп бата сұра. Кел жақында бата сұрасай, ойымдамай. Кел, жайғасбасын атам. Мен де, ата бата беріңіз, шот алып берем. Амин. Тойға жете бер шырағым. Барлығы да ол қуара біліп. Күнде сұрастырып біліп отырмын. Құтты болсын тойлар. Көзім соқыр, жүремай тұрмын. Амин ата, рахмет ата. Көз көрмесе де жүрегіңіз ашық азаматсыз ғой ата. 5 мың теңге ата. Бұл ақша ата. 5 мың шотал болсын, сізге де бір тоқал болсын. Амин десем бола ма? Тойға жете бер. Жақсылықта жақсылыққа жете бер. Басқа да айтайын. Тоқал жақ болма, шотал жақ болма, білем қатама. Қуант маған бата бер жерді ғой. Апам рұқсат берді ма деп атқаным ғой тоқалға. Дейді. Дымыға мағасын бере беретті, оларды аламатын болғансың деп. Күлсен кәрі көгіл деп әдей күліп атырмыз. Ақсақалды құрметтеп, Ақсақалдан бата алайық. Біз де осы кісінің жасына келіп, қария атанайық атамызға. Енді бетін ашпас тұрым, оқтаудың басында орамал бойдаққа берем. Шеш, неғып тұрсың, балық алап тұрың, орыстар ұқсамай. Атың кім е? Абзал, жасың нешеде? 19. Бойдақсың ба? Түріңе қарасын бірдеңе білдіріп қоғын бала сияқты екенсің. 19-ға дейін оқтауды қанша рет ұстадың, Абзал? 2 рет. Шыныңды айт. 2-шісін ғой. Алақан көрсетші, ойнап айтамын. Мұндан көп ұстасаң Алақан майзол шығады, жүгірмек. Ұстадың әрекет істесем ақыма, әркімдің ұстап жүре бермеймін ақыма. Үйлен сен де, саған да жығысты болсын. Елдің мазағын, қатынның азабын көрме, кетші бар ерінді қызын. Балаға шықырымы сондай. Абзал, балаға шықардыңа қарама. Еркек сияқты басыңды көтеріп жүре, иығыңды көтеріп, еркек сияқты шалқайып. Боқтамай кете. Жөндеп жүр, оңға қарай кетсің, дұрыс қатын аласың, солға қарай кетсің, сорлап қаласың. Оңға кет, оңға, жанға қарай кет, жанға қарай кет. Үйлен шырағым. Бұлар қуып шығатын себебі мен клиенттерім. Бұлар тоқтап қалса мен жұмысым тоқтап қалады. Бұл үйленген сай мен жұмысын қойып, бай қуатты боламын. Әркім Құдай жұмысын болған қалайды ғой. Жұрттың түсіне қыз келіншек кірсе мен түсіме түнімен еркектер кіреді ғой жарықтар ше. 30-дан асып кеткендерге нервін қосады кәдімгідей. Не жүрсіз? Мен ақшамды ұстап береді олар. Олар үйленген сай мен бай қуатты боламын. 30-дан асып кеткендер кәдімгі көз алдыма 7-8 литр чақ банк елестейді. Мына кішкентайлар нөлөк банкілер жүр ғой, жерде бақылашылар жүр. Солардың тойына қызмет істесе менде не арман бар. Ал енді келін бетін кім ашса сол ыстық деп, ал Бану жеңше, жатсаңыз да тұрсаңыз да тілеп Құдайдан осы күнге жеткізген сансыз шүкір. Бетін өзіңіз ашыңыз, бисмиллахиррахманиррахим деп, абайла ыңқыткыз бір теппесін, бисмиллахиррахманиррахим. Біз кішкене бетіне сүйіп икемдесе қойды сода қошаған жалайды ғой, маңдайда ерінге тиіспе егесі бар. Барекелді, машалла, бұлдамай жібер. Дағын сашпаңыз, шамал жауып қойыңыз, келін, жас келін ұялады, тіл көз бар дегендей. Ертең жөндеп көретіндер үйге кеп тәтті шайын, келінің шайын ішеді қолынан. Оқтау сіздің 27 жыл ұстадыңыз, ұстайсыз ба, бересіз ба? Берем. Керек ба қомаңыз, Рахымбекті олауға деп атқаным просто. Конечно, қолайтын жерін қалдырмағасы жүре беретін бұл қоған екен біз. Кел, ненеңе сәлем сал,
енеңнің 27 жылдық автоматын алайын. Жетпегенін енеңнің толықта, жаман жерде келін болып жортпа. Сен уайымдама айналайын, бұл үйде 200-300 болыңдар, қорықпа жағындысыңдар. Айналайын. Ал енді жастар өмірдің гүлі болып, Алланың берген жүректе иманы нұры болып, екі дүние рахатын көріп, жастарым тек Алланың сүйікті құлы болсын. Жайнап жүрер келін ел алдында көргің болсын, ошақтың ұрпағын көп етем деп, адайдың қызы радомда кемпір болсын. Амин Аллаху акбар. Айдосжан, бір естелікке суретке түсіп ал, бет ашады, бер жағында. Әке шешеңмен естелік болсын. Айдос.